Бүгінгі сабақта домендік атаулар жүйесі DNS туралы үйренеміз. Домендік атау жүйесі интернет желісіндегі IP адрестерді домендік атауға ауыстыру механизмі. Домен интернеттегі әрбір сайттың әріптік символдарынан тұратын бірегей атау. Яғни әрбір сайтқа оның бірегей домендік атауы және сандық адрестері арқылы қол жеткізуге болады. Бірақ та біз браузерде тек домендік атауды ғана қолданамыз. Ал компьютер оның IP адресін қайдан біле алады? Ол үшін бізге 1983 жылдан бері қолданыстағы DNS жүйесі көмектесе алады. Ол негізінен телефон нөмірлері және адамның есімдері сақталған кітапша сияқты қызмет атқарады. Яғни онда сайт домендік атауы арқылы оның IP адресін табуға болады. Және де DNS бүкіл әлем бойынша қолданыста. Ондай болса, браузер арқылы Google.com сайтына өту алгоритмін қарастырайық. Қарапайым домен атауы нақты бір тәртіп бойынша орналасқан және бір-бірінен нүктелермен ажыратылған бірнеше бөліктен тұрады. Біздің кезекте ол 3 бөлік. Домендер бір-бірінен нүкте арқылы ажыратылады. Домендердің деңгей иерархиясы оңнан солға қарай, яғни жоғарыдан төменге қарай оқылады. Оң жақта орналасқан бірінші домен бірінші деңгейдегі домен деп аталады. Содан кейінгі домен Google.com домені ішінде орналасқан екінші деңгейлі домен. Ал www Google домені ішінде орналасқан үшінші деңгей домені. Сонымен осы сайт адресін білу үшін сіздің компьютер түбірлік домен серверіне сұраныс жасайды. Ол сервер тіке жауап қайтармайды, бізге бұл сұранысқа жауап бере алу мүмкіндігі бар бірінші деңгейлік домен серверіне сілтейді. Бұл біздің кезектегі com бірінші деңгейдегі домен сервері. Енді біздің сұраныспен осы сервер жұмыс жасайды. Ол ішінде орналасқан ақпараттан Google доменін іздейді. Ол табылған болса, біз келесі деңгей домен серверімен жұмыс жасаймыз. Соңғы сервер Google бізге бұл сайттың IP адресін бере алады. Мұндай механизмге жаңа домен атауларын енгізу ыңғайлы. Өйткені бір серверде аз ақпарат сақталады. Сонымен қатар бір сервер екінші сервер мәліметімен жұмыс жасамайды. Мысалы, com сервері org серверінде не болып жатқаны туралы хабарсыз. Бірақ та мұндай механизмде кемшіліктер де жоқ емес. Бірінші, түбірлік домен серверіне көптеп сұраныс жасалады. Оның жұмыс жылдамдығы баяулауы мүмкін. Екінші, құрылғылар сұранысты серверлерге қайта-қайта жіберуі тиіс. Бұл кемшіліктерді шешу үшін Recursive Resolver, рекурсиялық шешуші, арнайы домен атау жүйесі енгізілген. Ол негізінен интернет провайдер арқылы ұйымдастырылады. Мысалы, сіздің құрылғы рекурсиялық шешушіге өз сұранысын тастап, тек нәтижені күтеді. Қалған ортадағы сұраныстарды рекурсиялық шешуші өзі атқарады. Мысалы, үйде орналасқан роутер рекурсиялық шешуші қызметін атқара алады. Сонымен қатар жылдамдықты арттыру мақсатында бұл серверлерде, яғни Recursive Resolver'лерде кэш жады қолданылады. Ол көптеп пайдаланыстағы домендер үшін IP адрестерді сақтап отырады. Және ол басқа домен серверлеріне бармай-ақ кэштегі сақталған IP адрестермен кез келген құрылғыға ақпарат бере алады.